19 желтоқсанда Ридзерде республикалық Аяз ата Ақшақар 2024 фестивалінің салтанатты ашылуы өтті. Ауқымды шара жаңа жылдық мерекелердің қарсаңында өтіп, бай бағдарламасымен қуантып, қала өміріндегі жарқын оқиғаға айналды. Бүгін міне Қазақстандағы жаңа жыл Ридзер қаласынан басталып жатыр. Бүгін біздің қаламызға әр облыстан, әр ауданнан, әр қаладан 5 Ақшақар, 5 Аяз атадан келіп отыр. Жалпы Ридзерде бүгін 200-ден астам Аяз ата, 200-ден астам Ақшақар жиналды. Қазір осы жерде шаңғы теуіп, одан кейін қаланың орталығында концерттік бағдарламаға ұласады. Шара аяқталғаннан кейін барлық Аяз ата Ақшақарлар еліміздің әр түкпіріне аттанып, қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтайды. Фестивальдің ерекшелігі облыстың ғана емес, күллі еліміздің түрлі қалалары мен аудандарын танытатын 250 адамнан тұратын делегация болды. Аяз аталар мен Ақшақарлар, басты кейіпкерлер, Ридзерге тұрғындарды келе жатқан жаңа жылмен құттықтауға келді. Құрметті лидерлік тұрғындар және осы қаланың қонақтары, сіздерді Жетісу облысының атынан Ақшақарым мен Аяз атамыз келе жатқан жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Всех с Новым годом, нового счастья, всего самого наилучшего. Еще раз с Новым годом. Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш, Ридзер қаласының тұрғындары. Біз Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласынан келген Ақшақарлар мен Аяз аталарымыз. Жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Әрқайсылардың отбасыларымызға зор денсаулық, мол бақыт, тек қана қуаныш тілейміз. Мен Өскемен қаласынан 50-ші мектептен келдім. Баршаңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Ридзерге жалынды сәлем. Я с Башнарыма приехал. С Новым годом, Ридзер. Я учусь здесь, живу в интернате Олимпийского резерва. Главный Дед Мороз. Желаю счастья на наступающий Новый год, удачи. Желаю, чтобы никогда не было проблем. Новый год провести в кругу близких людей и с хорошим настроением. Құрметті қазақстандықтар, келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен күллі қазақ елін құттықтаймыз. Береке бірлік, ел іргесі тыныш болсын. Сәлеммен Күршім ауданынан. Қалалықтарды мейрамда аңыз бойынша Қатон-Қарағай ауданынан Ақшақармен бірге келген бас Аяз ата қарсы алды. Сендерді көргеніме қатты қуанып тұрмын. Бүгін біз туған жерімізде ғажайыптар жасап, мейірімді жүректердің қаншалықты көп екенін көрсетеміз. Мы из разных уголков Казахстана пришли, чтобы поделиться с вами теплотой наших сердец, зарядить вас новогодним настроением и подарить этот удивительный праздник. Пусть этот прекрасный солнечный день покажет каждому из нас о том, как важно мечтать и верить в чудо. Олимпиадалық резерв мектебінің аумағында ертегі кейіпкерлерінің жаппай көпшілік жаңа жылдық жүгірістері өтті. Дәл осы жерде барлық қатысушыларды жаңа жылдық көңіл күймен қуаттандыратын жалынды флешмоб өтті. Күндіз республика алаңында ауқымды ойын-сауық бағдарламасы өтті. Балаларға ойындар мен сайыстарды, шеберлік сабақтарын ұйымдастырды. Ридзердің және облыстың үздік артистері мен музыкалық ұжымдары мерекелік концерт дайындады. Сарай алды алаңында дәстүрлі қысқы ертегінің жағдайын қалыптастыру үшін киіз үйлер тігілді. Фестивальдің шарықтау шегі ертегі кейіпкерлерінің шеруі және әрине бас шыршаның шамдарын жағу болды. Ридзердің ертегі кейіпкерлері дәстүр бойынша жаңа жылдың жақындауын білдіретін рәсімге қатысты. Аяз ата Ақшақар 2024 фестивалі жаңа жылдық мерекелер қарсаңында Ридзер үшін ұмытылмас оқиғаға айналды.